Мәслихат сессиясы әкімнің жаңа орынбасарымен танысумен басталды. Ержан Бейбітұлы Иманзаипов енді Екібастұз қаласы әкімінің шұғыл шаруашылық мәселелері жөніндегі орынбасары міндетін атқармақшы. Павлодар қаласының тумасы осыған дейін сонда қала әкімінің орынбасары болған екен. Ал алғашқы сұрақ пайдаланбай жатқан ауыл шаруашылық жерлеріне салықты көтеру. Ол жөнінде Нияз Макраев баяндады. Оның өзі кейбір заңнамаларға өзгерістер енгізілгендіктен туындап отырған көрінеді. Жергілікті өкілетті органдарының жергілікті атқарушы органдардың ұсыныстары негізінде Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланылмай жатқан жерлерге жер салығының және бірыңғай жер салығының мөлшерлемесін 10 есеге дейін көтерулеріне мүмкіндіктері бар. Ал ел үкіметінің қаулысы бойынша жер телімдерінің меншік иелері және жер пайдаланушылары жерді оның нысаналы мақсатында пайдалануы тиіс. Сондықтан жер туралы заңнамасы мен үкімет қаулысын орындау мақсатында ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланылмай жатқан жерлерге жер салығының және бірыңғай жер салығының мөлшерлемесін 10 есеге көтеру керек деген шешімді бекітулеріңізді сұраймын. Бұл жолда депутаттар өз қолдауларын білдірді. Сонымен қатар осы күні халық қалаулылары әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтарының жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекітті. Кейінгі кезде әкімдікте кадрлық ауыс-түйістер жиіледі. Осыған байланысты әкімдік жанындағы көптеген комиссиялардың құрамында да өзгерістер орын алды. Оған да депутаттар келісімдерін берді.